бар қоңыр қызғылт түсті орман құсы. Қия салар кезінде қалың орман ішіне еніп, адам көзіне түспеуге тырысады. Бұл құс көктем айларында шырша зиянкестері біз тұмсық және қоңыздармен қоректенеді. Самыркештің бір ерекшелігі, жазды күндері ол жемін аулай жүріп, ағаштағы жаңғақтарды біртіндеп үзіп, оны түскен жапырақтардың астына тыға береді екен. Шырша қайшауызы тау өзенін жағалай өсетін ағаштарда жиі кездесетін торғайдың бір түрі. Қоректері қыста пісетін шырша тұқымдары. Бұл құстың ерекшелігі көктемде жұмыртқаламай, керісінше қақаған қаңтар айында жұмыртқалап балапан шығарады. Шырша қайшауызының тұмсығы атына сай айқасып тұрғандықтан ол жемін оңай алуына көмектеседі. Қоқиқас дене бітімі ерекше, тұмсығы инек, сирек кездесетін құс. Қызыл қанат деп те аталады. Қорғаушының қорығындағы теңіз көлінде ғана ұялап жұмыртқалайды. Ол басын суға батырып, түбін қопарып, судағы жәндіктерді аузына толтырып, сүзіп алып қоректенеді. Ұя жасауға да су түбіндегі тұнбаны пайдаланады. Қарлығаш жылқысы мекендеген ортасына қарай далалық, ауылдық деп аталады. Елімізде кен, сор, құс, жар және қос рең қарлығаштар да кең тараған. Қарлығаштар өте ұшқыр. Олардың негізгі қоректері маса, шіркей, қоныс, кене, көбелек, өрмекші, тағы басқалары. Халқымыз қарлығашты киелі санайды. Құстардың ең әдемісі көздің сәні аққу. Оның түсі аппақ, мойны ұзын. Халық оны құс падишасы дейді. Қазақ халқы аққуды қасиетті құс деп, оған тимей қайта оның маңында көбірек жүруін ұнатады. Қазақстанда дыбыс шығару ерекшелігіне байланысты сұңқылдақ, сыбырлақ деген екі түрі кездеседі. Қыр орман құсы. Қазақстанда қыр, ақ қыр, тундра қыры, сор қыр, меңіреу қыр деген түрлері кездеседі. Ұяларын көбіне қайын ағашына салады. Қырлар тобы қыс бойы бірге жүреді. Көктемнің басында бір-бірінен бөлініп, ерекше қырқылдап, қораздана бастайды. Бүркіт көбінесе тоғайлы және таулы жерде тіршілік етеді. Биік ағаштар мен зәулім жартасқа ұя салып, бір-екі жұмыртқа табады. Орта Азияда, Қазақстанда бүркітті қолға үйретіп, түлкі, елік, қарақұйрық сияқты аңдарға салады. Шабыты түскен қырағы бүркіттер қасқырды да алады. Қазақ аңшыларының бүркіттен кейін қолға ең көп ұстайтын құсы қашыға. Тұмсық тұяқтары қара. Қашыға шегір көзді болып келеді. Қазақстанда көбінесе орман, қалың бұта, ағаш өскен тау бөктер мекендейді. Қашыға өте батыл, жыртқыш қыран. Тоқылдақ, ұсақ және орташа келген орман құсы. Елімізде тоқылдақтың 9 түрі кездеседі. Солардың ішінде ең үлкені қара тоқылдақ. Тоқылдақтардың алуан түсті қауырсындары оларды басқа құстардан ерекшелендіріп, бірден көзге түсіреді.
Ол ағаш қабығының астында жасырынып жатқан зиянды жәндіктерді, оның дернәсілдерін тауып жеп, ағашты зақымдаудан сақтайды. Видео ұнаса, лайк басыңыздар және біздің арнаға тіркеліңіздер. Өздеріңіз көргілерің келетін қызықты тақырып болса, ұсыныстарыңды комментарийге жазыңыз.